Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік профитроли дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа қажет болады. Менде 4 жұмыртқа. Егер осыдан жұмыртқаларыңыз кішкентай болатын болса, онда 5 жұмыртқа қолданасыздар. Суымызды саламыз. Бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Немесе маргарин қолдансаңыздар да болады. Сүт, менде 3,2% сүт. Кез келген сүттің түрі жарайды. Шым-шым тұз салып, сотейнигімізді отқа қойып қайнатамыз. Әбден қайнағанша тоқтаусыз араластырып отырасыздар. Күйіп кетпеу қажет. Қайнап болғаннан кейін тағы да 30 секундтай қайнатамыз. Біздің майымыз әбден біркелкі массаға ену қажет. Ұнымызды алдын ала өлшеп, қайнап тұрған массамызға барлығын бірден салып, тура видеодағыдай тоқтаусыз араластырамыз. Отты өшірмейміз. Суы әбден тартылғанша тура видеодағыдай масса болуға қажет. Дайын болған массамызды тезірек суы үшін бөлек ыдысқа салып қоямыз. Суығаннан кейін жұмыртқамызды бір-бірден салып араластырып отырамыз. Мен миксермен араластырамын. Венчикпен де араластыруға болады. Миксермен өте тезірек болады, уақыт жағынан үнемдейсіздер. Біздің массамыз тура видеодағыдай қатты қою да болмауға тиісті, қатты сұйық та болмауға тиісті. Мешогымызға салып, тура видеодағыдай құйып шығамыз. Кез келген насатканы пайдалансаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Пешімізді алдын ала қыздырамыз. Бұл өте маңызды, қыздар. Пеш алдын ала қызбайтын болса, сіздердің профитролиларыңыз дұрыс піспейді, көтерілмейді дұрыс. 185 градуста 10 минутта пісіріп алдым, қызарғанша. Дайын болған профитролиларымызды ыстық пергаменттен алып, ыстық пергаментте қалып қалмау керек, басқа пергаментке қойып шығамын. Кремімді дайындаймын. Кілегейім мен қант ұнтағын жақсылап тұрып қою болғанша араластырамын. Дайын болған кремімізді мешогымызға саламыз, кондитерский мешокқа. Мендегі насадка осылай профитроли және эклерлерге арналған насадка. Насадкасыз да жасауға болады. Үлкендеу шприц қолдануға болады. Тура видеодағыдай кремімізді профитролимізға аз-аздан құйып шығамыз. Кез келген кремнің түрін қолдансаңыздар болады. Өз қалауларыңыз. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болады және өте тез. Өзіме осы профитроли өте жақсы ұнайды. Үлкен кісілерге ұнайды, балаларға да ұнайды. Видеодағыдай барлығын құйып, қант ұнтағымен жақсылап тұрып әсемдеуге болады. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім. Барлықтарыңызға ас болсын.